Ассаламу алейкум құрметтім. Қазақ мұсылман блогы каналыма қош келдіңіз. Сізбен бірге мен Мейіржан. Қасиетті Құранда көп және аз деген сөздер нені және қандай жағдайларды қамтыған? Әдетте біз көпшілікпен бірге болған нәрселерді дұрыс деп ойлаймыз. Жалпы пенделік табиғатымыз көп деген сөзді жақсы көреді. Ақшаның көптігі, бала-шағаның, дүниенің тағысын тағы кете береді. Осы сөзге тескері аз деген сөзді керісінше ұнатпаймыз. Кім бала-шағасының, ақшасының, мал-мүлкінің аздығын жақсы көреді? Ешкім. Мен сізге бір оқиғаны айтып, және сол оқиғаға байланысты көп және аз деген ұғымдар Құранда қалай айтылғандығын баяндаймын. Осы мәселені айтпас бұрын каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, жақсылықты жаю үшін өзгелермен бөлісіп, жақсы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетуіңізді сұраймын. Сахаба Омар радиаллаху анху базарда жүрген сәтінде бір адамның: «Я Алла, мені құлдарының ішіндегі сол аздардың қатарынан қыла көр. Мені сол аздардың қатарынан қыла көр» деп дұға тілеп отырғанын естиді. Болғаннан кейін: «Сен бұл дұғаны қайдан алдың?» деп сұрайды. Сонда әлгі адам: «Алла өзінің кітабында былай деді: құлдарымның ішіндегі шүкір етушілер өте аз дейді. Мен сол үшін осындай дұға қылып отырмын» дейді. Соны естіген Омар сол сәтте жылап жібереді де өзін сөгіп: «Омардан басқасының бәрі біледі, бәрі хабардар. Я Алла, мені сол аздардың қатарынан қыла көр» деп Омар да сол жерде жылап тұрып дұға тілейді. Кейде сен біреулерге «күнәні таста, бұл күнә» деп айтатын болсаң, бірақ мұны жалғыз мен емес, адамдардың көбі жасайды емес пе деп жауап қатады. Алайда сен сол адамдардың көбі деген сөздің Құранда қолданылу тұрғысынан назар аударатын болатын болсаң, адамдардың көбі білмейді, адамдардың көбі шүкіршілік етпейді және сенбейді деген сөздермен сипатталғанын байқайсың. Ал егер сен солардың көпшілігі деген сөзге қарасаң, көпшілігі бұзақы, көпшілігі білмейді, көпшілігі ақиқаттан жалтарады, көпшілігі тыңдамайды деген сөздермен ұштасқанына куә боласың. Сондықтан сол аздардың қатарына болуға тырыс. Аллах Тағала Құранда былай дейді: «Құлдарымның ішіндегі шүкір етушілері өте аз. Негізінде онымен бірге иман келтіргендер өте аз. Жәннат бағында нығметке бөленеді. Бұрынғылардан көбірек, соңғылардан азырақ» деп айтқан. Ислам ғұламалары айтады: ақиқаттың жолымен жүр, және бұл жолды адамдардың ішіндегі аздары таңдайтын жалғыздық сені мұңайтпасын. Өтіріктің жолынан сақ болғын, және күнәһарлардың көптігі сені алдап қоймасын. Аллах Тағала бізді сол аздарының қатарынан қылып, Фирдауси жәннаттың тұрғындарынан болуды Аллах Тағала сіз бен бізге, барша мұъмин мұсылмандарға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.